Сәлем достар, қалайсыздар? Бір жаңа магазиннен келдік. Бүгінгі влог бізде продуктлерді реттеуден басталып жатыр. Орнына қою, реттеу бізде Анеля мен Аянаның жұмысы. Бірақ Анеля что-то соңғы кезде алманы жумай қоя салатын болып тұр. Жуатын кезде жейміз дейді. Бірден жуып қоюға ерініп жүр. Ойбай, жейтін кезде жуамыз. Мен не дедім? Жуатын кезде жейміз дедім ба? Dostlar, bu çok şahta pişeceğim. Bizge önak kaldı. Bebek, tırcak mı var içinde? Ne istiyorsun? Hayır, koşulmasın mı video tırvatım bu? Gül video atıp bunu alsın. Bu bahana katım. Yes. Бізде таңғы асқа бір қыз жұмыртқа жемдеді, біреуі только колбаса жемдеді. Білмеймін, қайсысын айттыңдар? Кім жұмыртқа сұрады? Мен колбаса сұрадым. Біреуіне колбаса керек емес екен, біреуіне жұмыртқа керек емес екен. Сен алма сұрадың. Мен алма сұрадым. Жаным, ұйқыдан жана тұр. Алма жемейміз таңғы асқа. Мен шайымды дайындап қойдым. Таңғы асқа біз андай кеше алып едік, свежий булочка мен май, сметана ұмытып кетіппін. Үйде сметана аламын деп ұмытып кетіппін. Қыздар, вилка жоқ па? Алып келеміз. Маман жұмсап отырмаймыз. Ұмытып кеткенсіңдер ғой жаңа. В общем, жемеймін дейді да бұлар. Кішкене ғана мен қуырған кезде жейтін болып қалады ғой, төбелесіп қалады соңында. Қазір тұрып қайттан қуырсам, жемей қояды. Жегім келмей қалды уже деп. Аякуш Алиханға кішкене жұмыртқамен кішкене колбаса сұрап алдық екі тәтесінен. Алихан жемеймін деп отыр еді. Жейтін болып қалдым ба енді, Алихан? Вилка Алиханға, вилка тәтелері. Міне. Ой, жаным, аспасын, арыстаным. Бізде таңғы ас. Кәдімгідей 9:30-ға дейін ұйықтадық. Бүгін бізде демалыс болғасын 9:30-ға дейін ұйықтадық та. Ұялмай тұрдық сосын. Ұлымыз екеуміз әңгіме айтып жатырмыз. Яқта телевизор қосылып тұр, ол телевизор тұр, ешкім көрмейді. Өшіріп тастау керек оны. Қыздар яқта бірдеңе істеп жатыр, кешегі қағаздардан қырқып жатыр, жабыстырып жатыр, әйтеуір. Алиханмен ойнамайды ешкім. Бұл құрт жеп, үйдің бәрін білдіріп, мамасына жұмыс тауып беріп жатыр, қиқым қыламыз, шашамыз бәрін. Мама бар, жинайды. Кір салып қойдым. Негізі манты істеймін деп азында фарш шығарып қойғанмын. Оған манты істеуге үлгермейді екен, өйткені біз қазір жиналысқа барады екенбіз. Анелияның жиналысы бар екен. Соған тез ең оңай ғой деп макарон қуырып жүріп жатырмын сол фаршпен. Sen de ağamın koy. Тамақтанып алып қазір жиналысқа барамыз. Тәтелер күліп жатыр, біз көре алмай жатыр, әңгіме айтып жатыр екеуі. Қорқып кетті. Мына бір құмырсқа жүр, бізде кіріп кетіпті. Біз бәріміз соған жабылып жатырмыз. Аяғына шашын. Еще оған қыздардың шашын қапты аяғына. Сен ал да мен ал болып жатыр қойшым. Алыңдар енді қағаз әкеп далаға шығарып жүріңдер. Байғұс андай не адасып кеткен ғой. Кім алады? Аян ала ма? Кім батыр? Алихан аласың ба? Давай, Алихан, біз саған сенеміз. Давай, құмырсқадан қорықпа, Алихан. Мен алайын деп жатқан жоқ, ұрайын деп жатыр ғой. Ұрма оны. Далаға шығарып жіберу керек жаймен. Құмырсқамен күрес басталды бізде. Давай ал, біз саған сенеміз, Алихан. Ала алмаймыз. Давай. Енді Аяна. Давай. Не істейді? Жаймен алып, далаға шығарып тастайды. Болды, әне. Екеуі сонша қорқып, өлтіріп тастама. Не қорқасың сен, а? Не қорқасың құмырсқадан? Далаға шығарып тастау керек қой. Анелияның жиналысына шықтық. Осылай мектепке баратырмын ғой деп. Рубашка киіп алдым. Кеше осындай двойка алғанмын, астында шалбары бар, еще күшті ұнап қалды. Бірақ салқын болғаннан кейін джинсовка киіп алдым. Ал мына жақта Ангелюк. Просто екеуіме бұлар машинада мені күтіп отырады енді. Өзім жүгіріп барып
кіріп шығамын. Не айтады екен жиналыста. В общем, как всегда, папасын күтіп тұрмыз. Иә. В общем, жиналысқа шықтық. Бала шағамен құртымды алып алдым, как всегда. Қазір балдар қақат ұстаймын деп уайымдамайсың. Кеттік, ойбай, машина мініп алыңдар. Деп улап шулап кете береміз. Улап-шулап асханаға келгенде Майра апай ала көзбен қарайды. Магнитофон істемей қалды ма? Сосын өзің айтайын дедім ба өлеңді? Өзім айтып берейін. Қыздар, папа айта берсін ба? Өздерің айтасыңдар ма? Папа айтқан ұнап отыр ма? Мен жиналысқа ертерек кеп қойыппын. Қыздар міне үй киімдерімен отырып алып, машина ойнап отыр папасын. Папасын машинасына ойнап отыр деген. Не ойнап отырсыңдар? Кішкене айтып жіберіңіздер, қыздар. Бізде неқта Жомарт біздің видеомызды көріп жатыр, влогымызды көріп жатыр. Біздің фанатымыз екен. Там көрінбей қалды. Жаңа алған апатогымен резинкасын уже тағып алып. Бүгіннен баста біздің шофер Алихан. Міне, Алихан машина айдап, мамасын жұмыстарына апарып тастап жатыр. Алихан, жақсы болды ғой. Жомарт деп енді жүрмейміз. Қату апарып тастай Жомарт. Жұмысыңнан бітсей, сұрансай демейміз енді Алихандар. Енді Алиханға айтамыз. Алихан, сабағын таста. Мамасы көп сөйлейді енді. Келдің өші мен. Қызылорданың сүйкімді Қызылордамыздың погодасы. Жел. Шашымыз ұшып. Келатырқы жиналысқа. Рубашкам сыртынан не ефтем осында без рукавка кие салдым. Не етінімді білмей. В общем, жиналыстан шығып. Машинада күтіп отыр. Ұзақтау болып кетті. Енді ғана шығып жатырмын. Тесте шықсай дейді. 1,5 сағаттай ма отырдым. Сау болыңыздар. 1,5 сағаттай ма отырдық па? Ойба. Біраз нәрсе айтылды. Енді келгенім жақсы болған. Бірақ балалар машинада әбіржіп кетті. Хорошо, что жаңа азанмен тамақ істеп кеткем үйде тез. В общем, соны барып, бала шағама тамақ берем. Привет! Жолай, бізге бірден үйге қайтуға болмайды ғой. Жолай магазинге соғып, осындай казинак алып алды. Бір казинак аз болады деп сразу екеуін алып алды. Мынау қымбат емес. Біреуі 500 теңгеге жетпейді. 445 теңге ғой біреуі ше. Ішінде деген қанша. Душе шай ішесің. Осылай екеу алып алды. Біз ужинға ет шығарып қояйын деп жатырмын да. Обед бар бүгінге. Аннулюкке жұмыс тұр. Аннулюк самсаларды салымнан іштерінде самсалар бар. Кеше жасап қойған. Фрикаделькелер жасап қойған осылардың барлығын пакет алды. Жинастыр, уже қатып тұран ар жақтарында бар. Сосын Алиханға алма кесіп беріпті тәтесі. Тәте кесіп берді ма саған? Кесуді енді үйреніп. Молодец, абайла қолында ас болсын, жей ғой. Үй ыстық уже, терезелердің бәрін ашып қойып, мамалар уборка жасап жатыр. То есть болып қалдым уже жасап. Мықты жібіп тұра берсін ужинға, білмеймін. В общем, біз сырттағы коридордамыз. Мен жинастырып жатырмын да, аяқ киімдерді уже қыстық салып, мынау жаздағы аяқ киімдер дұрыс па деп балаларға көріп жатыр. Алиханға аяқтарына дұрыс па? Аннулюк жазда киген танкеткісін киіп көріп жатыр. Дұрыс па саған? Дұрыс екен, сабаққа уже күйеуге от, аяқ уже танкеткісін киіп жүр. Аяқта уже дұрыс болатын аяқ киімдерді жуып, дұрыс еместерін тастап, солай кигізіп көрші. Алиханды мына аяқта қарады аяқ киімі түрі киіп. Дұрыс келем екен. В общем, біз сыртта осылай. Мен жұмыс істеп жатыр едім, мыналарда қасыма келіп. Мамасына көмектесіп жатыр. Менде мына кроссовкілер уже. Мына кроссовка солаймен жатыр. Бұларды уже тастау керек. Мен бұларды уже киген, біраз бұл кимеген. Аяқ киімдерді жуып, тазалап, мен осылаймен салып қойып жатырмын. Коробкалері барының коробкалеріне. Сөйтіп сырттағы шкафтарға салып тастап жатырмын. Аяқта папаларының темір терсектері. Мынақа бәрі симайды да, енді балалардың ғана аяқ киімін салып жатырмын. Тәте құм тасып беріп жатыр ма саған? Күнге кию процесі басталды. Хаты ойнап жатыр. Мен тамақ жылтып жатырмын обедтің.
И мына жақта қыздардың сабақ жұмыс орнын жинап жатырмын. Как всегда осы жер ең көп шашылатын жер осы жер, өйткені көп жұмыс жасайды қыздар. Андай мусор болып қала береді, қалам ұштайды. В общем, осы жақтан келіп тастайтын, шкафтардың ішінен келіп тастайтын заттар табамын. Өздері енді бір күшті қылып жинай алмайды, бүйтіп реттеп қояды ғой, әлі кіттай боласын. Вот, осыны мен енді реттеп тастап жатырмын. Аяқ көштің не жасағанын қараңыздар. Мен өзіме күшті ұнап қалды. Міне мынандай сыпырғысы бар. Сосын мынау мусор алатыны. Қараңыздар, өзі жасап алыпты. Маған көрсетіп жатыр, таңғалып қалдым. Молодец. Қағаз болса вот неше түрлі нәрсе жасай береді өздері. Күшті болды екен. Мынаны мен айтып жатырмын да, мыналарды былайынан бүктеп, андай қылып жасауға қалай ойың жетті деп жатырмын ғой. Видеодан көрдім. Молодец. Не? Пайдалы видеолар көріп жатыр. Осыны бір челленджде істеп бер бізге. Е? Захат 24 сағат бір жерде ішіміз пісіп отқанда осыларды істейміз. Е? Неше түрлі цветной бумагалардан істеуге болады екен, е? Молодец, Аякөз. Бізде кешкі асқа осындай картошка қуырып жібердім тез-тез. И қыздар, мына сүйікті мультфильмдер болып жатыр екен. Сол үшін осы жақта жей салайық деп, сонымен бәріміз ерігіп, тамақ дайындай салдым. Енді бала-шағамен өзім салатты енді ешкім жемейді шығар. Өзіме ғана арнап жасадым. Сол тамақ қана, артық еш нәрсе жоқ. Қазір шай алып келем. Сонымен Алихан, сен мына келе ғой. Ет жейсің ғой, мына 2 қаншайым ет жемейді. Ал ас болсын. Жатып алып тамақ жау деген осы шығар. Мультиктерін көріп тамақ жейін деп отыр. Аякөштің тағы бір туындысы сіздерге көрсетем дейді. Міне осындай сақина жасаған қағаздан. Және міне осындай очки. Ол очкидің кәдімгідей стеклосы бар. Не ол? Скотч па? Скотч па сыртындағы? Қараңыздар, өзі осылайынан скотч тапты, басына кетін қып жасапты. Молодец, Аякөш. Достар, бізге тікелеп комментарий жазып, Лайк басуды. лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.